Үйіңізде мотоварка болмаса, орама тағамын осылай табаға салып пісіруге болады. Өте оңай жасалынады және де мотоваркаға қарағанда өте демді шығады. Қамырын дайындау үшін суға тұз салып араластырып, ұнға құямыз. Бір жұмыртқаны салып, қамыр илейміз. Міне қамыры осылай шығады. Қамыр атынғанша салмасын дайындап аламыз. Салмасына жусай, көк пияз, майдалап туралған пияз, тартылған ет, картоп салып, дәміне қарай паприка, қара бұрыш, кориандр мен тұз саламыз. Егер етіңіз майлы болмаса, сұйық май қосып араластыратын боламыз. Табаға майды құйып қыздырамыз. Пиязды салып 1-2 минут қуырып алған соң, үстінен болгар бұрышы мен помидорды салып жақсылап қуырып аламыз. Үстінен су құйып тұз салып, қақпағын жауып қоя тұрамыз. Қамырды жұқа етіп жайып, екіге бөліп, салмасын салып орап аламыз да, табаға салып, суы қайнағаннан кейін отын басып, баяу отта 40 минут қайнататын боламыз. Мінекей достар, 40 минутта орамамыз осылай пісіп шығады. Мотоваркаға қарағанда басқаша дәм беретін болады. Жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, менің парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.